Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Жания. Бүгін біз табада емес, духовкада блини пісіретін боламыз. Егер де сізде блини пісіріп тұруға уақыт жоқ болса, онда осы рецептпен жасап көріңіз. Жасалу өте оңай, дәмді болып шығады. Бізге керек заттар: сүт, 5 жұмыртқа, сары май, қант, ұн және қопсытқыш керек болады. Алдымен шұңғыл ыдысқа 5 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Әбден қанты еріп, бір келкі болғанша жақсылап араластыра береміз. Қантымыз еріген соң үстінен сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала ертілген сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды електің көмегімен елеп араластырамыз. Егер барлығында бірден қосып берсеңіздер, түйіршіктер болып қалуы мүмкін, сондықтан аз-аздан қосып араластырамыз. Міне тура блинидің қамырындай сұйық түйіршіксіз қамыр шықты. Пергамент қағазын сулап, духовканың табасының үстіне төсеп, оның үстіне сұйық қамырды құямыз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Блиніміз пісем дегенше салмасын дайындаймыз. Мен қаймақ және банан қолдандым, ал сүтті шоколадты бетін әрлеуге қолдандым. Шоколадымызды кондитерлік қапшыққа салып, үстіне ыстық су құйып, 5 минутқа ерігенше қойып қоямыз. Енді бананды 4 бұрыштап, майдалап турап аламыз. Жасалуға бар жоғы 10 минут қана уақытыңыз кетеді. Отбасыңызға жасап беріп қуандыңыздар. Міне біздің блиніміз дайын. Енді екінші бетіне аударып, салмамызды жағып шығамыз. Салмасына кез келген үйіңіздегі бар нәрсені қоса берсеңіз болады. Мысалы творог, творожный сыр, сгущенка, кез келген крем, банан, құлпынай, әртүрлі джемдер қоссаңыз өте дәмді болады. Барлығын өз қалауыңыз бойынша жасайсыз. Енді бананымызды қосып, рулет тәрізді етіп, орап шығамыз. Ең соңында ертілген шоколадымызды қосып, әдемілеп әрлеп шығамыз. Міне ортасы осылай шықты. Егер тоңазытқышқа қойып қойсаңыз, өте әдемі кесілетін болады. Дәмі өте керемет, әсіресе шаймен ішсеңіздер, барлығы таласып жеп қоятын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.